Азыр биз numerals деген теманы алабыз балдар. Numerals кыргыз тилинде санатооштор деп которулат. Англис тилинде санатооштордун, башкача айтканда numerals'тардын эки түрү бар. Алар cardinal numerals and ordinal numerals. Cardinal дегенибиz эсептик санатоочтор, ал эми ordinalыбыз иреттик санатоочтор. А дегенде биз cardinal numerals'тан баштайбыз санагандан. Азыр биз цифраларды жазалык, андан кийин алардын жазылышында жазып көрөбүз. Үчүн 1 саны канча айтылат? 1 санын биз 1 айтабыз. 1. 2 санын 2. 3 саны 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 саны 9. 10. Андан ары 11 санын биз 11 айтабыз. 11. 12 саны 12. 1ден 12ге чейинки сандарды кайра бир сыйрадан кайталайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Эми 13 санын өтөбүз балдар. 13 санында бир аз өзгөчөлүктөр бар. 13 санын биз 13 деп айтабыз. 13. Улансыңар көрүлөт. 13. 14. 14. 15'ibiz 15. 16'bız 16. 17. 17. Байкап атасыңар балдар, айтылышы онго чейинки сандарда эле, бирок аркасына тин деген мүчө жалган атат. 18'ibiz 18. 19. 19. Ушул жерден бир нерсени айткым келет балдар. Жанагы азыр англис тилинде чет тилден кабыл алынган сөз катары teenager деген сөз бар. Teenager деп угуп жүрсөңөр керек. Ушул өспүрүм деген мааниде котормосу. Ал англис тилинде 13төн 19га чейинки жаш курактагы балдар дегенди түшүндүрөт. Ушул сөздөн келип чыккан teen анан age деген жаш курак деген сөз. Шуну эсиңерге алып койгула. Андан ары 20 дегенибиз көңүл бурабыз.
20. Бұл жақта алмаштырбашыңар керек. Тиін емес, ти. Ақырқы Y тамғасы қысқа. 20. 21, 22, 23. 20-дан кейін бірдіктер айтылып кете береді. 29 деп 20-ға жеткенден кейін бізде 30 деген санымыз болады. 30 бұл 30. 30. Бұны бұратасыңар THIR оқылыштарын естіп қойға. 30. Бірдіктер дағыл ұшындай. 31, 32, 33 деп кете береді. Андан кейін 40 санын аласыз. 40 саны 40. 40. Аяғында en жоқ. 50. 50. 60. 60. 70, 80 деп 90-ға чейін кете береді. 90, 90. Бірдіктің өзін айтып тұр өлі, анан T мүчөсін жалғап қойыз. Адашып қалбағылы алдар. 13 деп айтам деп, 30 деп айтып албағылы. I'm 13 дейм деп, I'm 30 деп қойсыңар. Демек ал чоң жаңылыш болады. Шын еске алып қойғыла. 13-тің аяғында N бар, 30-тың аяғында N жоқ. T қысқа. Андан кейін 90-дан кейін бізде 100 деген сан бар. 100. 100. 200, 300 деп кете береміз. 1000 деген санды алып қойып, 1000 деген санымыз 1000. 1000. Бұл 1000. Бұлар демек біз есептік сандарды алдық. Еми иреттік сандарды қарап көрелік. Иреттік сандарға келгенде біз жаттауға тура келеді. Рим цифраларымен көрсетіп берейін. 1. 1 дегеніміз first. First. 2 degeniz second. Birinci деген мүчөлөрдү улашыбыз керек болуп калат экен балдар. Биринчи first. Экинчи second. Үчүнчү third. Үчүнчү. Буларды колдонгондо биз дайыма the деген артикль менен колдонобуз. Речте the first, the second, the third. Төрттөн баштап, төртүнчү дегенден баштап кадимки эле бирдикти айтабыз. For ага th мүчөсүн жалгайбыз. Th кандай айтылчу элесиңерде барбы? The fourth. 5 десек. The fifth. Деп кете берет. А эгерде биз 20-чы десекчи, анда the 20th. 20th. Демек, мындан аркы сандардын бардыгына th мүчөсү жалганып кете берет. The 20th, the 50th. Деп кете беребиз. Бул эсептик жана иреттик сандарды бүттүк. Эми дагы бир аз толуктоо киргизип койсом, эгерде биз азыр көп колдонуп жүргөн телефон номерлерибизди сурап кала турган болсокчу бирибизден, аларды кантип атабыз деп ойлойсуңар? Телефон номерлерди, бөлмөлөрдүн номерлерин же бир тайпалардын номерлерин айтканда, анда биз ар бир санды өзүнчө айтабыз. Мисалы үчүн, what's your phone number? Деген суроого, сенин телефон номериң канча? Биз айтабыз, мисалга 0 557 28 30 42 деп коелу, мисалга. Анда биз бул сандын ар бирин бирден айтып чыгабыз. 0
5 5 7 2 8 3 0 4 2. Бұл нөлдерді біз zero дебейбіз, көбінше O деп айтабыз. Анан G'де мынандай 2 жолу 5 келіп қалса, біз аны double деп айтып қойсақ болады. O double 5 7 2 8 3 0 4 2. Шуныңар балдар, мындан тышқары дағы біз жылдарды айтып қалабыз G'де. Мисал үшін 1987 деген жылды алып көрелік. Бұны біз жыл қылып айтсақ, анда 2 цифраны бір айтабыз. 1987 деп айтышымыз керек. Анда бізде 1987. А егер ушул эле санды жөн эле сан катары айтсак, анда 1987 деп айтабыз. Жыл болгондо 2ден чогуу айтып атабыз. 1987.